Мақтаған сайын сен есікті алдынан енді тазалап кеттің. Өзіңіздердің көрермендер ойлайсыздар ғой, әйелдің қасынан не жүрді деп. Тогда картошка балык алып келесің, не ма? Караоке әкеліп бер, өлең айтам. Ата кетір, ұрсып отыр маған. Шынымен де атаны құтқарып қалдың ба, не істедің? Топырақ салдым ішіне. Шыдай алмай жатырмын, ауыз тиіп алайыншы деп. Менің енем алтын деген білесіңдер ме? Күнде осылай қазанға тамақ пісірші, Гүлке. Бүгін жамын бес түсірмек, сол күйіп тұр әйтеуір. Кеше қайта шоколадтар жедім, бірақ бес түспеген. Көтерілмесе болды ма сонда? Мынау Айнаштың подаркасы. Чайдың астына қоятын деді. Магнит екен, жоқ қойып. Айнаш партия. Мынау Гүлжираның дәптері маған берген. Дәптер дейді жейсің. Дәптер ғой егімесі деген. Жүресің деп. Мынау ақша, Ташкенттің ақшасы. Өзбекский ма, сом ба? Сом. 5 мың сом, 2 теңге ғой. 2 теңге ғой. 1 теңге ғой, 10 теңге ме? Мынау деген не? Чистый өзбекский перекус. Күшті базарланып кетті ғой. Мынау да Гүлзираның подаркасы. Күшті екен. Магнит жабыстырып қойшы әндеге. Бісміллә деп жабыстыр ал. Бісміллә Гүлзира сияқты. Миллионерге жетейік. Мынау деген не? Тоже перекус, анда ішіне сливадан жасалған күшті. Жуга. Өзбекский кәмпит. Базарлық. Шашым шашыратқан кезде мен деген мишканың киім киіп алдым да шашым жинай алмай қалдым. Мишканың киімі? Иә, андай мишканың киім киім. Сен осы мишка сияқты боласың, сен киіндіріп қойған. Неме? Не? Видео түсірдің бе енді? Мишка киініп жатқанды, киініп жатқанды? Жоқ, киініп жанталасып, Гүлзира келіп қалды деп жанталасып. Қарсы алдыңдар ма? Мамаларыңды? Қызыл дорожка жайып, музыка жіберіп, мишкамен қарсы алдық қой. Күшті болған екен, молодец. Андай отрывкасы бар, фотосын салып жібересің ортасына. Молодец. Гүлзира құтты болсын, көріп отырсаң. Гүлзира от болып жанып келді ғой, от. От болып тұрғанда қасынан қалмауың керек қой сен. Күнде бар. Міне подаркілері, алма, ақша, сом 5 мың. Дәптер. Көп подарка алып келсің, Гүлке? 3 қыз барды ғой клубта. Сол екі қыздікі ғой ма? Мен шайымды ішіп болмай жатып, сен артынан бәрі жинап тастадың, Гүлке? Үйі, мен Гүлекеңді мақтап жүрсем, маған нетеді, бәрін жасайды. Сағат отырып шай ішіп. Аналар, мен әлі шай ішіп болған жоқпын, бірақ жинап тастадым бәрін. Кофені іше беруге болмайды ғой, достар, айтыңыздаршы, кофені көп стакан ішті еще, қоп-қоп. Мақтаған сайын сен есікті алдынан енді тазалап кеттің. Балшықтар, жаңбыр Орайы керім болып тұр. бүгін керім. Бүгін далаға қазанда жағасың ғой, да? Жағам, не пісіресің? Молодец. Жұмыс жасап өтсем, Гүлекең келіп тұрған. Не болды, Гүлеке? Айт. Жүрсіз көрсетейін. Не көрсетесің? Пісіріп жатқаныңды ма? Дым істемейсің. Қасымда тұр дейді, қасымда жүр дейді, еркелеп жүргісі келеді. Не болды, еркелеуге внимание етпей жатыр ма? Еркелеп жүрсің ғой. Ой, қасында жүрейін енді өйстірейін. Көрдіңіздер ме көрермендер, ойлайсыздар ғой, әйелдің қасында не жүрді деп. Жүрмесем өйстіп келіп тұрады манағыдай. Жүрсейші деп. Ал сен қасында бағып жүрейін енді. Ал жасай. Не істеп қойдың, сұрамайсың ба? Не істеп қойдың? Мынау не, бауырсақ? Мынау батон деп. Нан батон. Батон деп көріп тұрмын. Виткемен бірге далаға қазан тұтқан етесің ба, шығасың ба? Иә, шығам. Дайындап қойдым қазан. Дайындай берейін, иә? Жоқ, кішкене нан көтерілсін. Сосын шығамыз. Ал жақсы. 1 сағаттан кейін. Жарайды. Гүлекең көрмей қалды. Мына жерде жоқ, не істеп жатыр екен, жайлап тығылып келіп. Мен жоқ болсам отырып алады екенсің тек. Не істеп жатырсың, телефон шығып? Мен деген заказ салып жатырмын. Телефон есіңе кетіп отырады, ға? 73-54 неше юань болады? 73-54. Не жатқалы қайда? Қытайдың заказы. Клиенттерім бар еді, өзім постоянно. Иә? Ақтауда тұратын Гуля деген. Атырауда тұратын. Сол қыздың заказын салып жатырмын. Гуля деген ана, не деген? Видеодағы. Жоқ, басқа. Жазып жүрген басқаны. Ол Алматынікі ғой. Бұл Атыраудың Гулясы. Постоянно маған заказ береді, соны салып жатқаным ғой. Салып тастайыншы, до обеда заказ. Қарап тұрайыншы, қалай беретінді? Қарап тұр, мен ештеңе. Сен кодын білмейсің, мен ешті қаласында. Кодпен салама. Жақсы, код болса қармай ақ қойын. Міне, покупка жасалады. Кеттім уже? Каспийден алады.
стақаның күшті екен. Қыттай уақытым бар, сонда өзімнің жеке шаруамды жасауға мүмкіндік берші. Сен бәріне де үлгеретін биікшексің ғой. Өзінің жеке жұмыстары болады ғой, бір қызығушылық. Жеке жұмысқа жеке уақыт бөлуң керек. Енді мен қай уақытта бөлемін? Сол уақыт бөліп жасау керек. Мен айтам Гүліке, сен бәріне де үлгересің, сен күшті келіншексің ғой. Молодецсің. Істемейсің? Иә, қайда шықтың ал? Жау киімді киіп деші. Жау киімді киіп, иә. Мен өз шығаруға деймін, бәріне үлгеретін. Мына жерде мысығың күтіп отыр ғой, сен жібермеймін деп жатыр ғой мына жерде. Шықпайсың деп жатыр саған. Мысық, мен далаға шығып келейін, ма? Балық пісіріп келем, саған да берем. Балық? Далаға қазанға ма? Бүгін күн жадырап керім болып тұр ғой. Мен дастарханды алып шығайын жайырдым. Қызым, кейін алда сосын маған аналар жайлап алып келе бересің ғой, үйдегі заттарды, мен қазандық басына жүрейін, жаға берейін. Өзің жағасың ба? Жағам не етсем шақырам. Атаң жағып береді. Иә, атам аман болсын. Атам бар ғой, мен керемет. Күн керемет болып тұр екен, кәдімгі жайма шуақ болып бар ғой. Қазаның су емес соны, отындарың, жағатындарың? Су болса да емес. Гүліке, ана қазан неге дұрыстамайсың? Саған қайта-қайта айтып отыр ғой. Дұрыстап беретін еркек керек болып тұр. Мына жерді күшті қылып істеп беретін, мына жерді төбесін істеп беретін. Таңбырға қарамай жасай бересің да. Жақсы сөйлеу керек. Не болды? Астында не бар ғой, құрғақ. Ағаштарың ба? Тезек бар ғой. Тап-таза екен. Тазалаған жоқсың ғой? Алдында жуып қойғанбыз ғой. Жуып тазалап қойдым. Так, енді қалай жағамыз? Басынан бастап тоқтамастан түсірем ғой. Қойш, тұра тұрш. Так. Күшті жағатан ары. Молодец ға. Не істедің? Су емес пе екен ағаштарың? Ылғал емес пе? Жоқ, газет алып кел. Ылғалдау екен, газет. Жана береді ғой сен. Сен қарды да жағатын сияқтысың ғой. Керемет, ауылда жүргенде, Гүліке. Іскейсің ба? Далдет. Арасында қуып кететін бар, осы сенің бар ғой. Тезекпес пе енді күшті? Ауылда өзі. Қазір ешкі сауға барасың ғой. Ешкі. Көрейік қалай жағатын. Спичка қайда? Спичка керек. Үйге өте тағы жаттырап қойын, спичка алуға. Машинкілер кір тоқтаса жайлы бар. Қызым шығайын деп отыр ма? Далаға саған көмектесуге. Светін жағып жіберші ана жерін. Даланың жағында ма? Жей дайындарын алып кететін заттарымды. Ой, бәсе, сен дейтін алдын ала дайындап жүретін едің, ойлап тұр едің. Не айтарын білмей тұр едің. Шештіп қалған ба деп. Мына картошкамен балықты алып келесің, не ма? Так, бірдеңе ойлап тұрмын мен. Тағы не алып кетеді ма? Су алып кетейінші. Тағы бір шай жіберейін қазандықта. Қазандықта шай жіберейін. Құйып алдым, тағайын зат. Ұмытып кеткен заттарымды айтып келесің, қазір картошкамен нені алып келейін. Балықтар. Көңілді болып рахаттанышсың ғой. Күшті ғой, күшті. Молодецка билеп тұрып пісір. Пісіретін не зат, бауырсақ па, жоқ балық па? Билеп тұрып. Өлең айтып тұрып пісіресің бе? Караоке әкеліп бер, өлең айтам. Өлең деген менен қалған емес пе? Сол айтып, Гүлікең әнші негізінде. Шын айтам. Гитара солмай жүр. Гитара солса әлде бұрықтайын тұрдық. Барға жүрш, потаға түсір жіберейін. Ой, молодец. Паяльникпен жанбай ма екен де? Şimdi var mı жоқ білмеймін. Су төгесің бе? Қазір су жылтып.
Жуайыныпсың ба? Құрғақ кезді алып келдің ба? Мынау ылғал кезді ғой. Шүшет. Гүлекен шүшет дейтін аты бар сосын. Шүшет-ай деген аты бар. Сүйген қылдың аты көп дей ма? Мен, ағара. Тауып айттың я, осы жылы бар ғой. Сөйтіп айтады, не де ол бері бұрын? Сүйген қылдың аты. Сөз тапқыш деймін өзі. Не, анау жанбай қалды ма не? Алған ғой. Ана ұрсатын болды, сен жағып бермей ағып тұрсын деп. Бар көрімендерім, ұрсатын көрімендерім. Жағылмай атып қойында. Мына ішінде жоқ. Бітіп қалған ба? Атада бар шығар бар, андай газовкасы бар. Газы бар. Тұршы атадан. О, қызым келатыр мінекей. Атадан сұраш бар, мынандай газы бар ма деп. Алдында басты үйткені қалған бар ғой. Паяльник бар ма мынандай жақ? Ана ата кеше спичкамен жақты. Неге? Жағылмады ма не? Нені? Ана паяльникті ма? Паяльникті ма? Иә. Байғас күліке көрсетпесін. Мен істей алмайды мынаны. Пысылдап отыр ма? Иіс шығады өші газын. Бар айтшы атаға. Паяльник мынандай бірдеңе әкетіп беріп жағып берсінші деп. Мен жағып берейін бе күліке? Маған жазатпай тұр ғой сен камерада ұстап түсір деп. Ал кетті жанды. Не жақ? Молодецсің деймін, сен істейсің ғой. Әйде істемей тұрмын ғой, өзі істей алады деп. Әне, ақыры жақты. Бұл дейтін пысық әйел деймін, пысық кәдімгідей. Настоящий ауылдың әйелі ғой, пысық. Бәрін өзі істеп жатыр, көрдіңіздер ме? Ата кетір, ұрсып отыр маған, сен неге жақпайсың деп. Сен күшті жағасың ғой ата. Маған жаққызбай тұр, жыртпай тұр, камераны ұста сен деп. Болды түтіндеді жанды ғой, түтін шығып отыр. Ішінде бар ма папа? Бар. Таста жасамайтын зат па? Таста жасамаса. Жасайды ғой, тілін білмей тұрмын ғой. Түтін шығып отыр ғой. Түтін шығып отыр деген жанды деген сөз емес пе? Қазір сөйтіп қалады ғой. Кетсің қызым? Әбет пе сонда кәп пісірейін жатқаның? Иә. Молодец. Әбетке балық. Бар, мен потом достать. Атан жұмсақ қойған не Гүлеке сен? Өзің жасамайсың ба Гүлеке? Шиш батады. Настоящий казан ауылдский. А? Біткен ба? Алдында сирақ үйткенде біткен шығар, басында үйtкен. А? Одан кейін кім жақты? Ешкім жаққан жоқ қой ата? Спичканы өзің жақтың. Жаңағы газет жағылмай отыр ғой Гүлекем. Қойлар шарбағында тұр мінекей. Ешкі қайда? Ешкі бар ма? Ешкім жақта тұр. Бұл бөлектен жүретін болып тұр. Қайда шықтың қызым? Ата кіріп сұрап отыр, газ. Жерге түсіп кетті? Жүгірек. Не болды кет? Не болды жерге түсіп кетті деген қалай? Шошып кеттің ғой. Жерге түсіп кетті дей ме? Жүріп кетті. Айттым ғой таста деп. Бұл дейтін. Тайшы, не болды тайшы? Мынандай лапылдап папаға жетіп. Қайсы ана қазанның несі ме, оты ма? Жоқ, ана ғой, ана. Е? Дұрыс емес пе бұның? Ана дейін жерге түсіп кетті бүйтіп. Жағылып отыр да. Зәрем кетті. Жанып отты ма? Папа қаш дейді, қаш қайын. Атаңды құтқарып қалдың өзінде? Пырақтап. Шынымен де атаңды құтқарып қалдың ба, не істедің? Папа салдым ішіне. Папа қаш сен істеме дейді, анау жарылады дейді. Ё-моё. Ал дейді. Саған етіп қалдым. Тасташы ата, таста. Мусорға тасташы, әкел беш, маған беш әкел. Тасташы әкел. Таста болды. Мусорға таста болды. Не істейсің алып тұр? Газ не ішсің? Мусор. Болды, алмаңдар енді.
Mana ayттым таста деп. Ойпырмай, а? Қолым жүктейді ма? Жерің кетті ма? Кәдім қазақ бейшкі жағында шандай тезекті, газетті. Та бәрі нормально ма? Жерің кетті. Нормально бәрі? Шошып кеткен үстіме деген ғой. İstiyorsun gazet. Ya gazet soğuk, kulak gazetleri var öyle. Sonra ешкіммен жайық. Нормально. Ha болды. Қолымды міндегі жуып отырсың ба не? Не. Үйден жумадың салындып. Топырақта таза. Мә дейді ау. Ой, мә дейді. Ана аса тақып отырғанда жанбай бір кезде гөр ете Ондайды қолданбаңдар деген жасамай ма лақтыпты. Айттым мен саған, мен жағып берейін, атаны шақырма деп. Өзімді жағаламын деп. Неге? Камераны сен ұстасаң. Не қызым? Че там, ал дейсің? Бірдеме өтсің бе? Тиктогына қосып қойын деп. Гүлкен, прямой эфирді сайын деп өт. Прямой эфир, мұнжағы штативе келіп қойып қойшы. Әкет берейін бе штативіңді? Я осылай қылып жүру керек пе? Қорада жүр. Күйеуіме неге жүрмін олар да? Қатырады екен. Гүлекеңе көмектесуге әже келді. Құрғақ газетпен жағатын оны. Гүлеке. Қайда газетің? Ана камераға артыңды өтпісің жет. Бұл жерде тикток қосып қойып, прямой эфирден отыр Гүлекең. Гүлекеңнің тикток Гүлеке деп аталады. Солай ма? Иә. Өйке әл жағым еттім мені. Алғал ағаш, құрға ағаш қарып. Да не ол тиктогында адам бар ма? Қаратқан жағып. Саған ағып қарамайсыздар, қазақтар тиктоктан қосып қойып отыр қой мына жерде деген Гүлекеңді. Қазанға тамақ пісіріп отқан қарасаңыздар, штек қойын ба? Бәрі әуеттің уақытында қосып қоятын едік қой тиктокта. Түтін бұрқырап деймі болып тұр, түтіннің исіне. Да, Гүлеке? Күшті ма? Самауырын жоқ болмай қойды. Үстіме түтіннің исі сіңетін болды, күшті болды. Күшті болады мұндай түтіні, тезектің исін түтінен ар. Керемет. Қазақша. Дейме болып құйылып отыр ғой. Май деген, а? Қызым көрдің бе, үйден өтсің бе? Үйден май қоятын кастрюльге ожауымен әкетіп қойды. Қызым қайдан кетсін? Мысықты алып шықтың ба далаға? Мила есік алдында жатқасын алып шықты. Далаға шыққысы келіп тұр ма? Қалдында тұр, есікті ашсам. Иә, маған демер сөйтіп жүр. Таза ол жұртсын деп алып шыққансың ғой, да, қызым? Мысығын ойлап жүр ғой. Үйде есіктің қалдында тұрғасын алып шықты. Жаным қызым. Былай жіберіп қойсаң, зыта ма екен, қашып кете ме екен? Ой, даладан қорқады дейсің. Қорқа ма? Жерде жүруге, жер салқын, сосын балшық қой. Дұрыс алып шыққансың сумкасымен. Жаңа кукланың аты Ая, ұмытып қалмаңдаршы, мен ұмытып кете берем. Ая аты. Ая. Мен былай. Мен деген не деймін, актрисамын дейді. Актриса? Вообще онда кукла. Сіз хабарласыңыз WhatsApp-қа. Күшті контент жасауға болады. Куклавод, актриса Куклавод. Кукла болды? Куклавод? Аты ма? Актриса. Қаны куклалар жүре ма, Куклавод жүре ма, қалай сонда? Кукла, маған хабарласыңыз. Ая. Күшті ұсыныс па? Мынау не ме? Әлжінбей жатыр ма? Гүлеке? Қызбай жатыр ма? Мына май қызбай жатыр ма? Қазан қызу керек. Қазан, май, бәрі қызу керек. Астында отта желіп жанып жатыр екен. Нормально. Не oldu, шығарайын өтсін бәне? Қолыма соқтың ба?
Үйге барып келем, я? Қой жоқ, неге? Қой кетпейік, Люке. Ау. Нал дейді. Во время наводнения мы с вами познакомились. Люке дейді. Ау, аят. Судасың кезінде. Тик-ток, Люке. Тик-ток нағыл деп жатыр. Әңгіме етіп тұрсың. Сен тамақ пісіруге шықтың ба? Тик-ток қарауға шықтың ба? Піспай отыр ғой. Қорқып, үркіп, сөйтіп жүрді, далаға шығып көрмеген ғой деп. Иә, жерге, қара жерге жүріп көрмеген ғой мысық. Жердегі не зат деп жүрген шығар. Бұл есік алдына да шығады, үйде. Ama есік ашып қояды. Далаға жүгіріп қашып кетпесін шөптердің арасында. Ұстай алмай қалармыз. Майдың пішірлаған дауыс шығып жатыр ғой. О, қайнапты, қызыпты ғой. Біреуін салып қарап едім. Бірінен салып жердің бір уақытта. Пробаға. Әлдір созған. Ана шпичкін неге салдың бір түйірді? Шпичкін майдың қызғанын білесің, шпичкін пүшт деп жаңады. Қойшы. Дауыс шығамыз онда пүштті. Е, қар ол. Ол алғалда майда тұрған зат жанама не сонда? Отыл апылдады. Әже жағып берді әйтеуір. Гүлекеңе көмектесіп әже бәрін жағып, жердің бәрін қазандық ыстып, майын қыздырып дегендей. Бауырсақ сияқты екен балық. Балық қой да? Кукла бізде YouTube бар екен біле ме? Кукла. Люке, мен мұндай басқа тілде жазып жіберіппін ғой сізге. Соны түсінбей жатырмын, я? Басқа тілде жақсы сөйлейтін болып тұрған. Бізде YouTube каналы бар екен. Люке Лайф. Люке Лайф деген YouTube каналы бар. Видео саламын. Мына балықты пісіру бір жыр болды ғой, я, Люке? Әлі қайнамай жатыр. Түсіріп, үйге бар жұмысым жасайын деп едім ғой. Люке. Oldu mu? Kızdı mı? Көп пісіресің бе әлі? Деп айтып қойып қалдым. Інжу, картошкеге тұз алып кел. Қызымды жұмсауға жақсы болды. Отырғызып қойыпты. Тұз алып келесің бе қызым? Иә. Не сөт? Енді қызарып жатыр екен. Балық жеңіп кетті Люке. Адам қарын ашып тұр. Мен жемеймін. Сен неге жемейсің? Бүгін 10 күнім менің. 10 күн болды ма уже? Не болды ал? Неше келе тастадың? 10 келе тастауың керек пе еді? Жоқ. 10 күнде неше келе? 10 күнде 4 кило деді ғой негізі. Тастадың ба 4 кило? Бұл шықпай қалды ма не? Енді? Таңертең өлшеп айтады. Бүгін соң болған. 2 2 кило тастап, тастай 2 кило. Бір күнде таңертеңге 2 кило тастай алмайсың ғой енді? Жоқ, 2 кило болмаған, әйтеуір тастауым. Анда өлшенген кезде не істе, күнде өлшеніп жүрген киімдеріңді бәрін, аяқ киім бәрін жешіп өлшен. Интернет сойы? Соны сөйтіп өлшен енді, ана күнде қалай өлшеніп, содан бір ерекшеленіп дегенім ғой, азайтып. Бір аяғын жерге қойып тұрып бүйтіп, тіреп тұрып, сөйтіп өлшенбесең енді. 2 килоны қалай лақтырамыз енді. 2 кило тастаған, ол да нормально ау. 4 кило тастайым, тағы 10 күн тегін қатсам деп өтіреді. 2 кило тастаған да шүкір. Қосып алсам есерін. Саған не болды? Үй салуға келді ме дейді. Тәтті болып пісіп жатыр ғой. Қызым тұз алып келу кетті ма? Жоқ, бұл деген тұзды алып етіп істеніп тұр. Сен неге тұз сұрап отырсың? Картошкеге. Картошканың тұзы ма? Картошка қуырлауын істеймін. Керемет болып пісіп жатыр. Күнде осылай қазанға тамақ пісірші, Люке? Не? Түтін. Қазан жауап істеп бәрі. Бір үйренсең, ертең спокойн жағасың ғой? Бәріміз жабылдық. Ертең спокойн жағасың ғой, Люке? Мінекей, осылай пісіп жатыр. Балығыңның аты қалай, Люке, осы пісіріп жатқан? Кефаль. Кефаль ма? Да, точно ма? Точно. Кефаль деген күшті тәтті балық қой негізі. Сортан да бар. Сазан да бар? Сортан дейді.
Шортан да бар дейді. Шортан бар, кефаль бар. Мә, әке, жеп атқанда күшті қылып жеп көрсетем. О, қызым келіп қалыпты. Қызың да келіп берді ме? Не болды? Менің нем бар. Жоқ, оған мен қызық қоям оған. Сен не айтып өтесің, мына балық жемеу үшін? Иә. Келіп алайыптың тамағын жеп алайын тұсың тойыпты, қызық болу үшін. Сонда қарның ашпайды, тамаққа аппетитің болмайды. Иә. Ақбіле қойшы, үнжу бар, пожалуйста, үйде тұр. Точно жемейсің, бәрі төрт келе тыстаған жоқсың, жей бермейсің бе? Қойшы тұрсын. Таңертең 2 кило лақтырым деп түсін бе? Жоқ, 2 кило олмаса да айтыр. Өлшем нетем. Давай. Ақбіле қойшы. Мінекей қып-қызыл болып, күшті болып, тәп-тәтті болып балық пісті. Керемет-ай, ә? Әппеден өтсің ғой. Не, ал ішін? Неге қазандықтың айналасын бәрін түсіріп пісіп берсең деймін. Иә. Күнде қазандыққа пісіп. О, күшті контент болады, да? Иә. Нағыз Олбайский. Жоқ, Олбайский осылай болу керек емес пе? Жоқ, тап-таза қылып жасау керек. Күшті болып кәдім қазандық жасап. Бізге лайкты атып отырсаңыздар, көрермендер, каналымызға тіркеліп қойсаңыздар, қуанып қалар едік. Сен айтпай жүрсің ғой, тіркеліп қойшы деп. Премьера ма? Қазір кім түсіреді сосын? Анамен кіру керек шығар премьера. Ютубқа. Ана сен телефоныңа. Мына мен түсіріп жатырмын. Шыдай алмай жатырмын. Ауыз тиіп алайыншы деп. Қып-қызылынан. Күшті болып піскен. Керемет, тұзы бәрі күшті кетті. Нан болса, үйге өріп жейсің ғой? Үйге өріп жейсің ғой? Даладан жегім күшті болып тұрған. Дала, пағыт қашамыз да? Давай. Нормально ғой? Жазда су керек жазда. Балықтың исін сезіп тұранша. Балықтың исін сезіп, бұл да жегіз келіп батыр, аппетит ашып. Өзімізде жегіміз келіп тұр. Саған қалғанын береміз қазір. Тез пісірші өкілік, Тез қылып пісіре аласың. Еще ана картошка пісу керек пе? Тез пісетін уақытша мысалы. Асты қызбай жатыр ма әлі дұрыс? Қызым, болды ма мамаң? Біз сырып балықты? Болды. Картошка қуып жатыр. Қазір барамын да. Не болды, Гүлеке, болдың ба не? Балық дейді ғой сен. Балық пес ол? Деп Гүлекенің қасына келеміз. Балық пес? Балық песігін көріп пе? Балық шығар деп ойлап жатқан ма деп жатқан. Картошкасы ма? Бітті ма? Болдың ба әйтеуір? Балық болды. Не сағат пісірдің бе? Қарны ашып кетті ғой, Гүлеке. Астына отты не істейсің енді? Сөндіресің бе не? Сөндіресің бе? Әлі бар картошканың, сөндірем ме? Балықтың жартысын алып кеттіңдер ме не? Нен қайда? Тиктогың қайда? Картошканың әлі бар ма? Қазір ұстадың оға бірін? Қызым кетір. İçinde pavuç жүр. Тақындай. Дейсің. Әже күн шоқты отыр. Ата қайда әже? Қорада? Мәссаған. Гүлекен бәрімізді әбетсіз қалдырдың сен бүгін. Маған бер, мен түсірген еңбегіме маған балық же деп айтқан жоқсың да? Сен өз балықтың бәрін жеп болғансыңдар ғой мына қара. Қайдағы саған алып қойдық қой, бір дарияда жетті. Жоқ, алып қойған не керек енді, бірге шақырмайсың, бірге жейік. Мына өзі жеп болып тұр, мына тәрелкін тосып. Маған емес, еңбегім қайда мен түсірген. Сен артына қалмай түсіріп жүрін. Балық же, балық дайын кел деп айтқан жоқсың. Ана жақта отырмын компьютерде. Жоқ, айттың ба? Естіген жоқпын айтқанымда. Осы қызыңға шақырған жоқ па? Жоқ, ол шақырғанда ол дейді, басқа бірдемеге айтты ол деген. Шай ішті ғой? Жоқ. Екінші олай жасама. Енді мұздап қалған балық жеуге тура кетті ма? Қазанның қасында тұрып. Жегізген жоқ үйге арасында. Өтірейік бір. Мұздап қалған ғой осы. Бір сағаттан келіп болмайсың ғой. Ал үшін? Бір сағаттан бері келіп болмайсың ғой. Айтқан жоқсың маған.
Мен нан пісіріп отырмын, таңертең келіп жатқаннан ғой, батон деді ғой, сол ғой. Күшті болып шықты ғой, батоннан. Ну кетті ғой. Ішінде бірдеңе бар ма? Жоқ. Нормально жеңіл. Көріп тұр, жеп-жеңіл. Tavuklar mıncık zatı olup da rakattan. Mıncık zılma, mıncık toyunda жүрөй дейм, ha? Gülükey, selametsiz be. Қалайсыз? Қайда кеттің? Помой төгуге батсың ба? Мына жақта аталар бірдеңе істеп жатыр, не істеп жатсыңдар? Мына әкемнің екінші баласы келді. Көмектесіп жатыр. Бірдеңе істеп жатыр. Байлаған босты. Екінші баласын істеп жатсың. Ата балаң келіп жұмыс істеп жатсың ба рақыттан? Жұмыс істейтін сол бала. Маған қарағанда көп жұмыс істейді. Ал ешкі сау церемониясы басталады қазір. Айқай шуменен ешкімен төбелесіп. Мына ешкі ғой. Төбелесіп соғызатын. О, бүгін бүйір шығып тұр ғой. Ана желін. Опа! Ал, құттайтық момент деген аш. Құттай ашыққа өттік момент. Қойлар шыға берсін, ешкім ұстап қалды. Қойлар шығарыңыз ба? Иә, мешай кетеді. Жалмаңда жеп жатыр. Шапшы есікті, шапшы. Жан даусың шықты ма? Серіп батыр ма сені? Ана шештем ойын айлағана су болып қатты байлық қойын жепін. Ана же жібәзірлік қойыпты сағана же, көрдің бе байлауға? Не өр темірді аяқ астына алып түсу керек екен. Кеттің бе не қандық? Иә. Жем алып шыққан жоқсың ба, Нұршат? Неге? Ана жерде жем бар, алып келейін. Мен алып келейін. Сауа берейін ба? Енесі мен алып келейін деп соғып ба жатыр топаңдып. Келін неге жұмсамайды екен, бар алып кел тез деп. Келінде неге ұрыспайды екен, неге алып келмейсің алдын ала, бәрін дайындап алмайсың ба деп. Өзім алып келейін деп жүгіріп кетті ғой. Ал дейсің, қалай дейсің? Менің енем алтын деген білесіңдер ме? Күштерін етеді деймін әрі. Енесін жақсы көретін негізінде. Тва деп қойыңыздар, көрмендер. Ешкі. Қазір береміз, Ал енді саған жем дайындалып кетір. Қойлар жағаласып кетір. Чүй. Чүй. Менде жем бар негізі. Енді неге алып келмедің? Ана қолына түскенде ала келген ғой. Енді бер енді сонда. Адары. Табақты. Әкелдіңдер қарай. Папа, ана қошқарын көйік. Ана қошқар бар ма? Қойлар әл бермей жүрмін жақта. Не алышын? Стульчик алып жүрміз. Мынау отырғысы күлкінің отыратын. Опа! Сиден кісі. Мінекейіңіз күлкі. Күшті соғып отыр, бұзыт деп. Емшегі неміз, уже соғып кетір. Соғып кетір ма? Қыста сөйтетін болып тұрмын, жақын дейді. Уже не бір. Несі. Ne oldu? Bırıttım. Қайта son жипон шоп боласың ғой сенде? Секунд болды тазырақ болады. Не сенде секундты шоп дейсің ғой? Тауықтар өздері оңаша рақаттанып жүр. Оларды ешкім соғмайды дейсің. Ой. Алдына шөп бірдеңе әкеліп салшы қазір. Жыбырлап тұрмай кетеді. Жеп қой тағам бер. Тағы не өрдіп қарап тұр енді. Сөйтіп, тәтті ақылы көп өзінің. Шошаңдаған дейді, кәдімгідей ешкі басқаша мінез құлқы қарашы. Жалаң етіп жан шошаңдаған. Сен де болып қалған жүрсің бе? Жоқ, онда. Артынан соғмадың ба, үлкен неге артынан соғмайсың сен? Кетші. Не? Сен соғып жейсің, асытып отыр. Ал, қашып кетті ғой. Келіңді. Қазір мен ұстайын, жақсы. Бұлай қарта бұрып алды ма өзі? Что-там, Гүліке, болдың ба? Болды деймін, Гүлікен тыпырлап аты бер қарашыш, Гүліке? Ой. Ал,
Жайлап тұрып келатыр. Бисмилля. Түстің қалай? Күндегідей ме? Күндегіден көп түу сияқты ал. Мә, жақсы. Асықпай отырып саудың ғой. Ешкін жайлап сипап тұрдым да мына жерінен бүйтіп. Сонда күшті тұрады екен, рахаттанып ана спокойно. Енді 1 литрдің азақ кішкене. 1 литрден көп түу ана? Кішкене көп. Ал ешкіні босат енді. Жоқ, қойлар кіргізіп алып сосын кіргізіп. Потом ұшып кетеді. Бұл жерде бірдеме жасап отырады. Ешкін жіберіп, ешкін жауып кет дейді. Қойды кіргізбейміз, а? Жоқ, ешкін жауып кетейік пе, мойын шешіп? Иә. Мына жерде жаңа ремонт жасап отырған. Ата жайлап тұрсын дейм, а? Қойлар деп өздері далада жүргенде қойлар önce жайылсын деп тұрған. Қойлар құрақтарды жеп жүрді. Әже жайып қасында қарап жүр. Тауықтар алшаң балпаң басып. Тауық па маңырап кеткен? Ана қара. Кәдімгідей итше. Басын солаймен кіргізіп тұрмын. Мойнымен қосып. Ne жұмыртқада болдың ба не? Мына жерге туатын дейсің ғой? Шын айтам. Еще бір жұмыртқадан артық бермейді ғой. Соны санап беріп тұр екенде. Сен ұрыспасын деп. Күніне біреу айтыр, алдап қою дейші. Сен ұрыспасын деп тұр дұрыс. Че там? Ішіне қашаннан көріп кірсаймыз? Ол жаса таңертең тұрды, ерте тұрды. Ертең уақыт, ертең деген мен неге барайын тұрмын? Әнжуды іске апарайын. Таңертең бе? Тауық. О, бұл жақта жұмыртқа. Қойшы, мен қуанып кеттім ғой. Андай, тататын қойшы. Тататын деген қайсы? Сүйрек маған. Мынау ма? Қазір. Мынаны сұрап отыр ғой. Мен шүшет. Ай, молодец. Ой, не бұл? Жарғырға атылған. Өтеш. Молодец. Свет сөніп тұр, да? Анас, бәрі бірден істеп көппен. Неше жұмыртқа? Біреу ма? Жерден жеті қойын тапқандай бақырып жүргенің? Ол да жақсы ғой, жоқтан жақсы. Жақсы, Аллаға шүкір. Ай, молодец енді, не болса да 2 жұмыртқа беріпсіңдер бүгін. Мына аралығында жоқ па? Не?